Мына Түркістан қаласының Бірлік елді мекенінде Арыс Түркістан каналының үстінен халықтың салған көпірі. Төбесінде ешқандай жан-жағына қоршау қойылған емес. Кілең ауыр жүкті машиналар өтеді бұл жерден. Мына көріп тұрғандарыңыздай бәрі жарылып кеткен. Осыны Түркістан әкімі өз назарына алып, қолға алып, осыған бір көмек берсе, халықтың бұрынғы салған көпірлері. Бүткіл ауыр жүкті машинаның бәрі осы жерден өтіп жатыр. Қазір Хоба дегендер үстінде ауыр тасымен бірге. Бұрын бұл жолдардан адамдар Қарнақ ауылына да өткен машиналар. Қазіргі уақытта Қарнақ ауылына басқа жақтан жол салынған. Мұны көріп тұрғандарыңызда қазір бірге. Мынандай ауыр жүкті машиналар міне. Өте салмағы ауыр. Мінекей. Осылардың бәрі осыған бір Түркістан қаласының начальник милициясы да көңіл бөліп, осыға бір знактар қойып берсе, бұл көпір осындай салмақтан артық көтере алмайды деген знакта жоқ. Мүлдем өте қауіп қазір халыққа. Балдардың бәрі осы жерден өтеді мектепке қарай.